Сәлем достар, қайырлы күн. Бүгін менімен бірге осындай керемет самса жасап көрулеріңізді сұраймын. Бұл самсаның қамыры өте оңай әрі тез дайындалады. Менімен бірге болыңыздар. Видео ұнаса лайк басып каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бірінші қамырымызды дайындап аламыз. 1 шай қасық тұзымызды салып, онан соң суымызды құйып, кейін сұйық майымызды құямыз. Жақсылап араластырып, ұнымызды салып, жақсылап илеп, самсаға қамыр дайындайтын боламыз. Бұл самсаның рецептісі өте оңай. Қамыр дайындауы басқа самсаларға қарағанда өте оңай болып келеді. Қанша мөлшерде кететінін барлығын описанияға жазып қоятын боламын. Видео астына. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Самсаның қамыры өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Қамырымыз қатты жұмсақ емес, өте қатты тығыз, қатты емес етіп, орташа жұмсақтықта илейтін боламыз. Ұстаған кезде мінекей осылай болып тұру керек. Қамырымыз дайын. 15-20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Енді самсамыздың салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына мен асқабақпен және картопты араластырып жасаймын. Ол үшін барлық дайындап қойған заттарымды мен төрт бұрышты етіп турайтын боламын. Қатты ірі емес, қатты майда емес етіп тураймын. Асқабақпен самсамыз өте дәмді шығатын болады. Өте сочный болып. Мен балаларыма ылғи өстіп жасап беремін. Мінекей барлығын турап болдым. Енді жақсылап тұз бұрышымызды салып араластырамыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша тұз және бұрыш салыңыздар. Енді осыны жақсылап араластырып дайындап аламыз. Мінекей салмамыз дайын. Енді қамырымызды жайып, самсаларымызды түйетін боламыз. Енді қамырымызды алып, бір осылай илеп жіберіп, қайтарып жібереміз. Мінекей қамыр керемет болып, әдемі болып, дайын болып тұр. Осы қамырымызды алып, кішкене бөлшектерге бөлеміз.
Мен шамамен осындай қылып алатын боламын. Осы менің жасаған қамырымнан, дәл осы қамырдан шамамен 40-45 самса шығатын болады. Осылай домалақ етіп дайындап аламыз. Енді дайын қамырларымызды домалақ етіп жаямыз. Бұл самсаның қамырын жаяр кезде ешқандай ұн, майдың қажеті жоқ. Осылай бөліп алып жая бересіздер. Ешқандай жабыспайды, ешқандай проблема тудырмайды. Егер жұмсақ, жабысқақ болып жатса, кішкене ұн сеуіп жайсаңыздар да болады. Ешқандай құрғақ болып өзгеріп кетпейді. Қамырларымызды жайып, ішіне өстіп салмасын салып түйетін боламыз. Мен самсаның ең оңай жолын үшбұрышты етіп түйгенді қалап отырмын. Осылай түйіп, тез дайындайтын боламын. Барлығын шетінен дайындап, листіме салатын боламын. Осылай етіп, шетінен қамырды жайып, барлығын түйіп шығамыз. Самсамызды түйіп жатқан кезде, алдын ала 10-15 минут бұрын пешімізді 180 градусқа қыздырып дайындап қоямыз. Мінекей самсаның бәрін түйіп дайындап болдым. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жақсылап жағып шығатын боламын. Әдемілеп жағып шығамыз. Мінекей бәрін жағып шықтым біркелкі етіп, енді қызып тұрған пешімізге салатын боламыз. Мінекей самсамыз дайын. Қып-қызыл болып, әдемі болып пісті. Ровно 43 минутта дайын болып шықты самсамыз. Өте керемет, әдемі болып шықты, қып-қызыл болып. Мінекей әдемі болып піскен самсаларымызды ыдысқа салып алып, балаларға беретін боламын қазір. Өте керемет, көрінісі әдемі болып тұр. Мінекей самсамыз өте керемет болып піскен, әдемі болып піскен, арасының бәрі әдемі, жақсы шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.